Армысыздар. Ресей тарағалы тұр. Ресей тарайды. Қазақ өзіне тиесілі тарихи жерлерін қайтарады. Ресейден ғана емес, басқа өлкелерден де. Сол себептен де ұлан байтақ керемет жерге ие болатын, қожа болатын ұрпақ керек. Балаларымызды ғылымға, білімге тәрбиелейік. Ұлтын сүюге, жерін, тілін сүюге, елін сүюге, ұлтшыл етіп тәрбиелейік. Ұлтын, елін, тілін сүйетін ұрпақ өзінің отбасында, ата-анасында ешқашан ешқайда тастамайды. Еркін етіп тәрбиелейік. Қазақ деген сөздің ұғымы еркін. Ұмытпайық. Армысың қазағым. 1928 жылдан бастап Сталин қазақтың қарияларын, яғни 70-80 жастағы, 90 жастағы, 100 жастағы қарияларын қазаққа өлтіре бастаған. Неге дейсіздер? Себебі ол қариялар қазақтың жады болған. Қазақтың еркін, тамаша, керемет өмір салтын есте сақтаған насихаттаушысы болған. Міне, сондықтан да 100 жыл бойы тұралап келе жатқанымыз содан, жаттан айырылғандықтан. Соны қайтарудың ең негізгі жолы ол біздің ана тіліміз, қазақ тілі, мемлекеттік тіліміз. Соны біле жүре, біз барлық жерде қызметті қазақ тілінде, мемлекеттік тілде талап етуіміз керек. Өзіміздің жадымызды қайтарудың ең қысқа амалы осы екенін біле жүріңіздер.